Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналым кинолар әлемі деп аталады. Егер де ұнаса, подписать етіп, лайк басуларыңызды сұраймын. Ал бүгін менің досым Жынатты киноны баяндайтын боламыз. Бұл жерде адамдардың арасына ірткі салатын, адамдардың ызасына, біреуді қызғануына себепші ететін осы шайтанның жын дейді ғой, яғни осы жын туралы айтатын боламыз. Германияда ең биік нүктесінде кілең шайтандар өмір сүреді. Ол жақта осы шайтандарды кішкене кезінен бастап 18 жасына дейін осы адамдарды қалай азғыру керек, екі адамның арасындағы ұрыс керіс, ерлі зайыптылардың ажырасуына, достардың бір-біріне қызғаныш сезімдеріне, достардың тағы да бір-бірімен төбелесуіне, апайлардың ұрысуына, тағы да басқа көптеген осы ұрыс керістердің барлығын осы кішкене шайтан балаларға 18 жасқа толам дегенге дейін барлығын үйрететін болады. Енді бұл жерде шайтан осы қыз туралы, ол өзі сабақ оқығысы келмейді, сондықтан мұғалімнің аузын бекітіп, осы ноутбукпен сабақ оқысы келмей барлығын өшіріп отырады. Бірақ бұған мектеп директоры оның әкесі болып табылады. Әкесі оған қарсы, сен әлі кішкентайсың, сен сабақ оқу керексің деп оған ұрсады. Бірақ ол, мен адамдардың арасына барғым келеді, мен барлығын білемін дейді. Әкесі сонда, сен әлі 18-ге толған жоқсың, сен әлі дұрыс білмейсің, одан да сабағыңды оқы деп қайта-қайта ескерту жасайды. Түнгі шайтанның әкесі ұйықтап жатқанда қызы келіп фонарын жағып, әке, маған сынақ бер, егер де мені бір жылға адамдардың арасына жіберсең, мен оларға арасына от салып ұрыс керіс қыламын. Егер де сізге ұнаса, мен сол жақта қаламын, сіздің барлық жұмыстарыңызды жасаймын. Ал егер де мен сіздің айтқан тапсырмаңызды орындамасам, мен сіздің айтқаныңыздың барлығын жасап, осы жақта шайтандар мекенінде қалатын боламын деп өзі ұсыныс жасайды. Бұған әкесі келісіп, тек қана бір аптаға ғана барасың, мен өз қай жерге баратыныңды барлығын өзім айтамын. Және осы қолымдағы қызыл шарикті ал, егер де сен жамандық жасаған сайын ол қарая түседі, ал жақсылық жасаған кезде ол қызарады деп айтады. Егер де қызаратын болса, сен міндетті түрде қайта шайтандар мекеніне қайтатын боласың дейді. Одан кейін қыз келіседі. Әкесі ең бірінші соңғы тапсырмамды айтайын, егер де осы сұраққа жауап берсең, сен точно шайтандар мекеніне барасың дейді. Сол кезде қызғаныш сезімі дегеніміз не деп қызға сұрақ қояды Сэмге. Қызғаныш сезімі деген ол осындай әдемі көйлек деп үстіндегі көйлекті көрсетеді. Осындай әдемі көйлекпен жүрсең, қыздардың барлығы бұл қызға қызыға қарап, ішіне қызығушылық сезімі оянып, оны көйлекке алуға ақшасы жоқ, үйіне барса әке шешесімен ұрсатынын түсіндіреді. Әкесі риза болып оны бір елді мекенге апарады, қызға барлығын түсіндіреді, ең қарапайым, ең ақкөңіл отбасыға апарады. Бұл жерде әкесі бір үйге әкеледі. Бұл жерде 2-3 қызы және әкесі және шешесі өмір сүреді. Шешесі Сибила, ол киім тоқығанды, тамақ жасағанды және адамдарды құшақтап және балаларға көп көңіл бөлгенді жақсы көреді. Одан кейін әкесі Гебрел, ол да өте жақсы, өте ақкөңіл кісі. Одан кейін үлкен қызы Грета болады. Және одан кейін 2 кішкене қыз болады. Бұл жерде ең басты тапсырма қыз Грета туралы. Осы Грета, осы Сэммен құрдас, 18 жасқа толған, мектепте оқиды, осымен бірге мектепке барады. Және сол жердегі мектептердің арасындағы, осы отбасының арасындағы ұрыс керісті пайда болғызатын Сэм осы шайтан болып келеді ғой. Одан кейін қыз Грета болып табылады. Ол ән айтқанды жақсы көреді, өте момын, ақкөңіл, сабақты өте жақсы оқитын қыз болады. Одан кейін барлығы отырып шай ішеді, тамақ ішеді. Әкесі тамақты жақсы жасайтын және осы тамақты жасау барысындағы көкөністердің пайдасын және осы көкөністердің өсіру барысында осы өсімдіктермен қалай сөйлесу керек екенін, жылы сөйлессең, осы өсімдіктер де көкөністер де әдемі, тәтті болып өседі деп түсіндіреді. Одан кейін тамақ ішіп болады. Грета ыдыс-аяқтарды жинауға кіріседі. Сол кезде мен де көмектесейін ба деп Сэм тәлкені алады да жерге лақтырып жібереді. Барлығы аң-таң болып қалады. Бірақ мамасы қой ыдыстардың сынғаны ол жақсылықтың нышаны деп жылы жауап қояды. Одан кейін екеуі бірге мектепке барады. Мектептің автобусына мінеді. Сол кезде сағыз шайнаңдап отқан 2 қыз, Грета оларға амандасады, бірақ олар оны амандаспай, ала көздерімен қарап, тіпті мазақ қылады. Бірақ оны Сэм оларға жынданып, сен неге оларға үндемей отырсың деп оған сұрақ қояды. Грета ол үндемейді. Сол кезде автобустың есігінен директордың баласы келеді. Сағыз шайнаңдап, ол да бұзық бала болады. Жаңағы Сэмге, шайтанның қызына басына сағыз жабыстырып, оны мазақ қыла бастайды. Ал оған жынданып кеткен шайтанның қызы Сэм духиді аузына құйып, спиртті от жағып, директордың баласын шашын өртеп жібереді. Барлығы таң қалады. Одан кейін бағана үйде болған кезде осы Гретаның шкафын ақтарады. Сол кезде бір әдемі жігіттің фотоларын жапсырып қойғанын көріп қалады. Сол кезде ол шайтанның қызы Сэм оның Гретаның жақсы көріп жүрген жігіт екенін байқайды. Оның жігіті Карло болып табылады. Карлоға барып айтады, осы Гретаны сен өтірік жақсы көріп қал, мен саған көп ақша беремін дейді. Ол жігіт ақшаны алады, сөйтіп ойынға кірісіп кетеді.
жігіт ана қыздың енді соңынан қалмайды, сүйіскісі келеді деген сияқты енді подходтар жасайды ғой. Ал ана қыз соған сеніп, ол да ғашық бола бастайды. Одан кейін мектепте сары шашты жігіт болады, ол осы Сэмге ғашық болады. Кездесуге шақырады, осы шайтанның қызын төбеге, мұнараға апарады. Осы мұнараға мінсең, осы теңізді көресің деп. Сэм осы неге барады, мұнараға мініп, екеуі нені теңізді көреді. Сол кезде ана жігіт осы шайтанның қызының ернін сүйіп алады. Сол кезде ол ана жігітке шамалы болса да ғашық бола бастайды. Одан кейін жынданып төменге түсіп кетеді. Сол кезде анау шамалы денесінде махаббат сезімі пайда болған кезде ана шайтанның қызының шары шамалы қызара бастайды. Одан кейін қыздар неғыла бастайды. Гретаның үстінде тоқыма көйлек болады. Тоқыма көйлекті мектептегі қыздар андай мазақ қылады, сен неге тоқыма көйлек киіп алғансың, баяғы заманның киімі, кемпірлердің киімі деп. Сол кезде жаңағы шайтанның қызы Сэм барады да қызға көмектесіп, сендер білмейді екенсіңдер, осы Гретаның анасы Америка бойынша ең үздік дизайнер, осы көйлектерді адамдардың барлығы таласып алады деп, тіпті газетке шыққан фотосын көрсетеді. Енді шайтан болғаннан кейін ол сиқырмен барлығын жасап алады. Одан кейін Сэм мен Лили екеуі, жаңағы шайтанның қызы мен Сэм мен Лили екеуі теңізге барады. Сол кезде шайтанның қызы айтады жігітіне, мені бір ғана аптаға әкем жіберді, егер де бір аптадан кейін мен қайтып кетемін дейді. Жігіт айтады, сен қайтпа, мен сені жақсы көремін, осы жақта қал, мен сенің қасыңда боламын дейді. Одан кейін жігіт екеуі бірге сүйіседі. Шайтанның қызы одан сайын ол жігітке ғашық бола түседі, адамдарға жақсылық ойлай бастайды. Одан кейін ол шайтанның қызы темекі шегіп тұрады. Сол кезде Гретаның әкесі аузындағы темекісін жұлып алып, олай жасауға болмайтынын айтады. Машинаға мінгізіп алып кетіп бара жатқан кезде жаңағы Грета мен ана жігіт, өзінің ғашық болған жігітті екеуі бір-бірімен сүйісейін деп жатқан кезде қыздың әкесі көріп, қолынан сүйреп, оны да үйіне апарады. Сөйтіп қыздың, Гретаның мамасы мен папасы ойлап қояды, ой, бұл бекер жасадым ба, қыздың енді қызықты сәттерін жойып жібердім ба деп ойлайды. Одан кейін келесі күн болады. Қыз айтады, шайтанның қызы Гретаға барлығын мойындайды. Менің шайтан екенім және мені әкем осы жаққа сенің отбасыңды құртуға және мен үлкен жамандық жасауға келдім деп айтады. Деп барлығын мойындайды. Одан кейін жігітіне айтады, Гретаның жігітіне барып айтады. Сол кезде жігіті оған мойындайды. Мен осы сенің үйіңде тұрып атқан осы сенің айтуы бойынша ол маған көп ақша берді. Егер де сені қаратып, сені енді ғашық қылу керек, одан кейін тастап кетесің деп маған шарт қойды. Мен келістім дейді. Сол кезде Грета жынданып, жылап, сен жамансың деп автобусқа қарай кетеді. Автобустың артынан шайтанның қызы да еріп барады да Гретаға тағы да барлығын түсіндіреді. Маған әкем ең үлкен жамандық жаса деп айтты. Мен осы жақта қалғым келеді. Мен сары жігіт қой, енді соны қатты жақсы көріп қалдым. Мен Сем ғой енді жігіттің аты, Семге мен қатты ғашық болып қалдым. Ғашық болғандықтан мен ешкімге жамандық жасағым келмей қалды. Мен осы жақта қалғым келеді. Ал мені әкем осы шарик арқылы бақылап отыр. Егер де осы шарик қызарып басқа түске боялса, ол мені сезіп бірден шайтандар мекеніне алып кетеді деп оған жылап айтты. Одан кейін Грета оны түсініп, досына көмектескісі келді. Одан кейін мектепте үлкен іс-шара бола бастайды. Сол кезде шайтанның әкесі де келеді, оны қарауға, не бітіріп, сенің бір аптаң бітті деп бақылауға келеді. Сол кезде үлкен мектептің директоры шығады. Директор Грета барлығын ұйымдастырып қойған кетпесі үшін. Одан кейін мектеп директоры сөйлей бастайды. Сол сөйлеген кезде үлкен телевизорға сол негізі фотолар шығу керек, бірақ Грета оны алмастырып, сиіп жатқан және саяхаттап жүрген, бұтын шешкен деген сияқты фотоларды қойып, директорды одан сайын мазақ қылады. Одан кейін тез директор сөйлеп, одан кейін басқа балаларды, келесі сахнаға шығатын балаларды шығарады, домбыра тартатын деген сияқты, гитара тартатын. Ол балаларға да киімінің үстіне қышитын дәрі сеуіп тастайды. Сол кезде оларда гитараларды тарта алмай мазақ болып қайтадан шығып кетеді. Одан кейін сахнаға 3 қыз шығады, олар өте қысқа киініп, беттеріне бес батпан бояу жағып алып, тағы да мазақ болады. Одан кейін шайтанның әкесі ол қызға риза болып, енді сен осы жақта қал, мен саған ризамын деп айтады. Одан кейін шайтанның қызына айтады, әкесі, шарикті маған бер, мен көрейін деп. Сол кезде шарикті берген кезде шарик қап-қара болады. Оған риза болған әкесі қайтып кетеді. Одан кейін шайтанның қызы өзі таңғалады, Гретаға барып, не болып жатыр, бұл шарик қызыл еді ғой, қалай қап-қара болып кеткен деп. Одан кейін мен оны қап-қара қылып бояп тастадым. Және осы сахнада болған нәрселердің барлығын мен сен осы жақта қалсын деп ұйымдастырдым дейді. Одан кейін барлығы бақытты болады. Осы шайтанның қызы ақкөңіл жақсы болып кетеді. Жігітіне жүгіріп барып, жігітімен сүйіседі. Ал Грета да өзінің
жігітімен құшақтасып ол да сөйтеді. Барлығы жақсы болып аяқталды. Ұнаса лайк басыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.